Қайырлы күн достар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен ресторандағыдай бұл қуырылатын балықтың құпиясымен бөлісетін боламын. Толық білу үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқамызды саламыз және де 1 стакан суды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырған соң үстіне ұн салатын боламыз. Мен үлкен қасық, ас қасықпен 6 қасық салдым. Ұнның іртігі қалмау керек, бұл жерде ең бастысы. Және де бір құпиясы, майды қатты қызып тұрған болуының қажеті жоқ. Отты орташа деңгейде қоямыз. Сонда екі жағы әдемі қып-қызыл болып пісетін болады. Егер де отты қатты қойсаңыздар, тез пісіп, сырты пісіп күйіп кетеді де іші піспей қалады. Мен бір балықтың бетін 5 минутта пісіп шықты. Бір балық сонда менде 10 минутта дайын болды. Сіздер пештеріңізге, газдеріңізге қарай көресіздер. Неге орташа отта осылай пісіретін боламыз. Піскенін вилканы тығып көретін боламыз. Егер кірсе пісті деген сөз. Мінекей біздің балығымыз дайын. Ресторандағыдай өте дәмді, керемет. Сіздерге ас болсын. Сіздермен болған меруерт. Егер де осы менің қуырылатын болса, менің каналыма тіркеліп, лүпіл басып, қоңырау жаңғысын басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.